Алматы облысының кейбір ауылдарында соңғы қоңырау соғылып қойды. Біз 4-90-ды енді бастасақ, олар әлде қашан дем алып жатыр. Дәлірек ата-аналар соңғы қоңырауды өздері жариялап алыпты. Алматылықтардың неге асыққанын Жақсылық Жасыланұлы түсіндіреді. Қарашаның өтінішінен бұрын жанымызға батқаны осы суреттеледі. Бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіннің аяқ киімі балшыққа әбден батқан. Жергілікті билікке жағдайларын айтып, ештеңе өндіре алмаған жұрт бүгін айқайға басты. Жөні түсу жол салып берсін деп, қазір ұл-қызын мектепке жіберуді тыйған. Көңілдің тоқтығынан емес әрине, амалдың жоқтығынан. 6 күн болды, мектеп бәрі біледі, что біздің балдар мектепке бармайды. Не себепті? Себепті жол жаман, рельспен балдарды біз жібермейміз. Қауіпсіздік, не безопасно. Жолымызды жасап берсін, өтініш. Бірінші класс оқитын қызым жылайды. Мен бармаймын, мама. Жолымызды жасап берсін дейді. Батпаққа батқаны бір, жүк көлігінің қаупі тағы бар. Ал балшықты айналып өтейін десе, отарбаның жолымен қатынауға тура келеді. Бесбірдей саяжайға апаратын жолдың жыры осыдан 3 жыл бұрын басталыпты. Жұрттың таламына пысқырыпта қарамайтын кәсіпкерлер ескі жолдың үстіне қойма салып тастаған. Өкімет қарамайды бізге. 4 жыл болып тұрып атқаныма. Өкімет қарамайды. Жол керек деп жазыңдар дейді. Ол жол дейді, біз аламыз дейді. Оны тіркеп қоямыз. 5 жыл күтесіздер дейді. Одан кейін, егерде біз шешімге келсек қана, сонда ғана сіздерге жол салынады. Ағайын қанша ашынғанымен бюджеттен бір тиын бөлінбейді. Білдей бір округ әкімінің айтқаны бұл. Тек төңіректегі кәсіпкерлердің қолдауымен жолдың қамына кірісіпті. Жобасы да жасалған. Ені 8 метр асфальт салуға шамамен 300 миллион теңге жұмсалмақ екен. Жеке кәсіпкерлер жолымызды тартып алады деген Қарашаның қаупінде сейілтті басшы. Компания жасағанмен ертең күні дорога общего пользования болады. Өйткені ол жолмен барлықтар жүре алады. Екіншіден біз қазір сұрап жатқанымыз именно жителдер көп тұратын жерлерде, если КАМАЗдар және үлкен жүк көліктері жүретін болса, сол кезде либо камерасын қойдыртамыз, либо лежачий полицейский искусственный неровность қойдырамыз. Толарсақтан батпаққа батып, шыдамдары шегіне жеткен жұрттың бүгінгі толқуында мәселені толық шешпет. Өйткені тұрғындарға тас шабаланың бұлдырын айтатын шенділер жолға уақытша топырақ төсеп береміз деп сендірді. Ал ағайынның тәттарманына айналған асфальтты желтоқсанға дейін салып бермек екен. Жақсылық Жасыланұлы, Айдын Калуов, Евразия бірінші арнасы, Алматы облысынан.